Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен лаваштан дайындалатын лазаньяның құрамымен бөлісемін. Ең алдымен менің YouTube каналыма тіркеліп, маған лайк басуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен ысып тұрған табаға майды құйып, май қызғанда оның үстіне пиязды және де сәбізді салып қуырып аламыз. Пияз және де сәбіз қызара пісе бастағанда 4 бұрыштап туралған қызанақты саламыз және де оның үстіне сиыр етінен жасалған фаршты салып жақсылап араластырамыз. Және де дәміне қарай қара бұрыш, тұзды салып жақсылап қуырамыз. Қуырылған фарштың үстіне томатты кетчупты немесе томат пастасын салып, үстіне ыстық суды құйып 40 минуттай пісіріп аламыз. Келесі лазаньяның соусын дайындаймыз. Осындай видеодағыдай ыдысқа сливочный сары майды саламыз, ерітіп аламыз және де оның үстіне құрғақ ұнды салып, видеодағыдай консистенция болғанға дейін араластырамыз. Сары май мен ұннан осындай қою консистенция шығу керек және де оның үстіне сүтті құйып, жақсылап араластырамыз. Және де осы соусты ақырын отта араластыра отырып пісіріп аламыз. Келесі біркелкі консистенция болғанда оның үстіне аздап дәміне қарай тұз саламыз және де мускатный орехты аздап сеуіп, тағы да қоюланғанша 5 минуттай пісіріп аламыз. Келесі осындай диаметрі 26 сантиметрлік формаға ең алдымен дөңгелек лавашты саламыз және де оның үстіне жаңағы дайындаған соусты осылай құйып шығамыз. Енді соустың үстіне фарштан дайындалған салманы барлық жеріне жететіндей салып шығамыз. Бұл формаға менде 4 дана лаваш кетті. Видеодағыдай бірінші лаваш, содан кейін соус және де фаршты салып кезек-кезек солай алмастырып отырамыз. Үстіңгі жағына ең соңғы лавашты, яғни 4-ші лавашты саламыз және де оның үстіне соусты барлық жеріне осылай құйып жағып шығамыз. Содан кейін оның үстіне теркадан өткен қатты осындай ірімшікті үстіне салып шығамыз. Енді дайын болған лазаньяны 180 градуста 15 минуттай пісіріп аламыз. Міне достар, біздің лазанья дайын. Бет жағы солай қытырлап, астыңғы бөлігі жұп-жұмсақ болып шықты. Ең алдымен осылай пышақпен бөліп шығамыз. Міне көріп тұрғандарыңыздай жұп-жұмсақ әрі сочный болып шыққан. Достар, осы рецептпен дайындап көрулеріңізге болады.